Негізі Астана кеше Реал Мадридтің негізі құрамына қарсы ойнап жатырмыз деп ойлап қалды шамасы. Себебі алаңдағы Астана бұрынғы Астанаға мүлде ұқсаған жоқ. Челсидің 8 балаларына ұтылды деген әзілдегідей кішкене ұяттылау болды. Бұл саған оқ жетпес емес, бұл саған Норвегиядағы 2-ші дивизиондағы клуб емес деп айтудан қажеті жоқ. Бұл да Челсидің негізі құрамы емес, тіпті 2-шіде емес, 3-ші құрамы. Түсінерім, кезіндегі Дрогба, Лэмпард, Азар бар құрам болса. Бұл жай ғана балалар ғой. Ал оларға қарсы қорқып, сасқалақтап ойнауы деген енді ұят секілді. Прессингке бармайды, аяғына дейін ойнамайды, пастары қате, соққылары қисық. Неге? Мен білмеймін. Астанаға үлкен үміт арттық. Басында Челси келеді деген кезде барғымақ келді. Бірақ қыстың күні, күн суық, қар, жақсы деген жердің билеті 40 000 теңге ашық стадионда болатын болған соң, әйелім жібермей қойды. Басында ашуланып едім, барам деп, бірақ кейін шүкір дедім. Прикол ғой. Атак барам болсын, барам ғой жан. Палмер түгілі Энсо мен Мудриктар да жоқ. 2-шіде емес, 3-ші құрам. Өз басым алаңда ойнаған санаулы ғана ойыншыны таныдым. Тіпті Челсидің жанкүйерлері барлығын таныды деп те айта алмаймын. Шыны керек, өте нашар ойын болды. Оның үстіне -10 градус. Тағы айтар болсақ, орындықтардың бетіндегі қары тазаланбаған. Барлық орындықтар деп айтпайын, бірақ желіге тарап жатқан ақпарат бойынша қары бар орындықтар аз емес. Осындай оқиғадан кейін Алматыдағы орталық стадионның басқарушысы матчқа нашар дайындалғаны үшін жұмыстан босатылды деп хабарлайды Sport Plus ақпарат көзі. Көп сөйлемей матчқа талдау жасап, қандай қателіктер болды, қандай қызықтар болды, барлығын айтып шығайық. Сіздермен бірге желаяқ Тернас және де оның жүргізушісі мен Беклан. Айтпақшы, 1 минут өткізіп жүрмеңіздер. Мен үшін бұл өте маңызды. Ағамның анасының жағдайы қазір жақсы емес. Сіз біз болып жәрдем етсек, Құдай қаласа барлығы жақсы болады дегенге сенемін. Ең бастысы ниет. Қаржылай көмек бере алсаңыздар, қаржылай берсеңіздер. Қаржылай бере алмасаңыздар, жай ғана осы ақпаратты ғана жақындарыңызбен бөліссеңіздер. Керек сілтемені төменге қалдырып кетемін. Алла разы болсын баршаңызға. Алдымен матчқа билеттердің бағасы неше теңге болды екен. Алып сатарлардың алдын алу үшін билеттерді 2 күнге бөліп сатты. Бастапқыда билет алу үшін сайтқа кірудің өзі азап болды. Адам көптігінен кезек күтіп кіруге мәжбүр болдық. Ал кірген соң билеттердің 90% сатылып кеткен екен. Жалпы билет құны кемі 10 000 теңге, қымбаты 40 000 теңге болған. 10 000 теңгелік билеттердің орналасқан жері түсінікті шығар. 1,5 сағаттың ішінде бірінші сатылымның билеттері 100%-ға сатылып кетті. Ал екінші сатылым күнін көрмедім. Инстаграмнан мына видеоға тап болдым. В порядке Тим мен Балтабаев 94 аккаунтында халықтан билетті нешеге алдың деп сұрағанда, жаңа мен айтқан бағадан бөлек 65 000 мен 75 000-ға алдым деген адамдар да бар екен. Бірі VIP орын десе, бірі қарапайым алдынан деді. Мұны түсінбедім. Алып сатарлар араласқан ба? Жарайды, матчқа оралайық. Ойыншылардың барлық алаңда. Біздің жігіттер кішкентай балаларға өздерінің сыртқы киімін беріп, суықта тоңбасын деп жақсы үлгі көрсетіп жатыр. Ал Челси құрамында Дюспери Холл мен Ренато Вега ғана сол үлгіге ерді. Тайрик Джорджың түріне қарасаң, тіпті бекер келдім деп ойлап жатқан сияқты. Ешкім балаларға міндетті емес беруге. Бірақ бұл жақсы іс. Матч басталды. Бастапқы минуттардан бастап Челсидің жастары допты бермеуге тырысты. Бірақ ақыр соңы доп бізде. 5-ші минутта Томасовқа шығарған әдемі пасты ол мүлде басқа жаққа теуіп жіберді. Әдетте алдап өзіне ыңғайландырып алатын Томасов не істегені түсініксіз. Ортада Усман мен Чинеду доп сұрап қалып кетті. Негізі дәл осы сәтте жылдамдығын асырып, арғы жаққа шығарғанда осы екі жігіттің біреуі гол салары анық еді. Бірақ бұл сәт офсайд екен. Сол үшін айтқандарымды ұмытыңыздар. 8-ші минутта ортаны қиып Педро Нетоға әдемі пас келді. Бірақ қақпашымыз орнында. Қайта ол осы кезде теппей жанындағы екі ойыншыға пас бергенде, онсыз да қауіпті болған эпизод одан әрі қауіпті болар еді. 14-ші минутта Нетоның Марк Гюге берген пасы голмен аяқталды. Марочкиннен жай жүгіріп өтіп, қақпашының оң жағына теуіп есепті ашты. Дәл осы сәтте жаңағыдай эпизод. Өзі теппей қасындағы әріптестеріне берсе де гол екен. Бірақ мына сәттінің өзі де гол болуға үлкен пайызды құрады.
Ал енді не болды? Қандай қателіктен гол туды? Әрине Маричкин өткізіп алды. Соның қателігі деп айту оңай, бірақ шынымен де соның қателігі ме? Бірінші нұсқаны көрейік. Маричкин дәл алдын емес, қақпаға қарай баратын алдын жапса, жылдамдығы бар ойыншы тағы да оң жағына сытылып, ортаға пас шығаруына болады. Не сол жағына кіріп кетіп, тағы да гол салуға мүмкіндік алар еді. Қиын. Екінші нұсқаны көрейік. Бранимир Калайса артын тастап Маричкинге көмек берсе, Маргиу өте алмайтын анық. Енді тым екі адамды алдап кетпесе. Бері тартып, жақында тұрған әріптесіне пас шығарады. Себебі Калайса оны тастап кетті деді. Енді соның өзі тіке барып қақпаға тебуі мүмкін, не ортадағы шабуылшыға пас шығарады. Бұл нұсқада жарап тұрған жоқ. Үшінші нұсқаны айтайын, және осы нұсқаға өзім дұрыс деп тоқталдым. Себебі алдыңғы екі нұсқадан біреуді кінәлау дұрыс емес деп ойлаймын. Тақалған кезде кінәліні іздемей, о бастан шабуылды болдырмаған дұрысау шамасы. Ченедудің Томаске берген пасы өткен жоқ, ал Томасовтың жылдамдығының жоғына біраз жылдар болды. Доптала алмады. Осы сәттен жаңағы шабуылдың басы басталды. Бір-біріне беріп жатыр, бірақ прессинг жоқ. Томасов та қайтты, бірақ ол да алып қоюға аттанбады. Доп Педро Нетода 3 секунд допты жай ұстап, ойланып, сосын ғана пас берді. Біздің адамдар 3 секунд қимылсыз ұстап тұрғанына қарап тұрды. Ары қарай өздеріңіз білесіздер. 18 минутта Педро Нето допты алып, Марктың Маричкиннен өткенін айнадай қайталап көрді. Бірақ бұл жолы Маричкинге қарсы емес, Вороговскийге қарсы. Ортаға пас және Маргиуден гол. Бұл жолы не болды? Вороговскийден еш қиналмай сытылып өтіп кетті. Ары қарай бара берсе де қорғаушымыз жетіп үлгермейді екен. Енді Гиюдің алдын екі адам жауып тұр. Бірақ Маричкиннен сытылып, тым ары кеткен допқа да үлгеріп нәтижесін еселендірді. Оған дейінгі сәттерді көрейікші. Басында Ченедудің пасы Томасовқа өтпеген еді. Енді Вороговскийдікі өтпеді. Доп Челсиде. Тағы да прессинг жоқ. Ешкім допқа ұмтылмайды. Мына жерде Дюсбери Холлды қасына тұрған Аманович жаппай қалды. Жарайды, көрмей қалған шығар. Ал одан кейінше жүгіріп алып қою тағы да жоқ. 23 минутта тағы да қауіпті сәт. Сейсен қайтарды. Жақсы сейф. 31 минутта Нетоның Гиюға берген пасы тағы да қауіпті. Маричкинді иығымен итеріп жіберіп, өзі әрине қисық тепті, бірақ пас бергенде гол ұласуы мүмкін еді. Кішкене қызғаншақ ойыншы екен. Ал біздің ойыншылар көп мүмкіндік беріп қойып жатыр. 36 минутта біздің жігіттер жақсы прессингтен кейін допты алып қойып шабуылдап көрді. Бірақ Ченедудің соққысы тым әлсіз. Қақпашы қиналмай ұстап алды. Енді 39 минутта жаңағы балаларға сырт киімін бере тұрған екі жігіт гол ұйымдастырды. Бірі бұрыштамадан пас шығарса, екіншісі баспен салып кетті. Есеп 0-3. Негізі Вейганы Аманович ұстап тұрған, бірақ Вейга тезірек қимылдап, биігірек секіріп, деттегеніне жетті. Кезінде Рамоста да Атлетиконың мен деген қорғаушылар ұстай алмай қалған кездері болған. Сол үшін мұндай голда біреудің қателігі деу қателік. Стандарт кезінде қорғану бәрібір де қиын. 45 минутта қапталдағы Бартолецке пас өтеді, ал ол Томасовке тастап кетеді. Осы сәтте Томас бүкіл тәжірибесін қолына жинап, өзінің сол аяғымен арғы бұрышқа түйіп, гол авторы атанады. Өте тамаша, әдемі гол. Бізге осы керек қой. Қапталдардың пас өткені, соққылардың нәтижелі болғаны. Осы сәттен кейін әрине Астана оянып, камбэк болады дегенге сендім. 52 минуттағы сәтте ұнатмаған. Біздің жігіттер қысымнан шыға алмай допты әуеге тастады. Бірақ денелері ірі астаналықтар жастарды иығымен соғып допты өзімізге қалдырды. Ары қарай Томасовке пас және тағы да әдемі соққы. Алайда бұл жолы қақпашы допты қайтарып тастады. Ары қарай жастар білгендерін жасады. Әйтеуір гол болмады. 79 минутта Астана өзіне келейін дегендей әдемі комбинация жасады. Қақпашыдан бастап қорғаушыға, одан жартылай қорғаушы, одан тағы ары қарай. Бірақ соңында Бартолес құртты. Осы кезде өзі бар тепсе, не сәл асықпай тоқтатып бір нәрсе жасаса да, мынандай пайдасыз іс болмас еді. Рамазан Кәрімовтың өзі гол салам деген пасты күтіп қалды. 88 минутта тағы да бізде әдемі сәт. Бірақ ол да нәтижесіз. Томастан пас алған Камара шаршаған аусыра. Соңғы минут қалған кезде сол шаршаған Камара Усманның орнына Астанов шығады. Бірақ оның аяғына доп тием дегенше уақытта бітті. Ойыннан кейін сұхбатта осы жайлы журналистер бапкерге сұрақ қойған. Соңғы минутта неге шығардыңыз деп. Атмосфераны сезінсін, ойнамадым дегенге қарағанда ойнадым дегендей болсын деп жауап қайтарды.
Негізі Астановта жылдам және ерекше бір нәрсе жасағысы келетін ойыншы ғой. Бәлкім ертерек шығарғанда бір нәрсе өзгерер ме еді. 30 секунд жай ғана ары-бері жүгіргеннен ешқандай пайда болған жоқ. Матч осымен бітті. Бірақ енді ең қызық ақпараттарға келдік. Неге сонша нашар ойнадық? Алдымен прессинг тақырыбына тоқтайық. Бұл өте маңызды. Жалпы Астана командасы прессингке өте баяу барды. Не тіпті бармады десек те болады. Алғашқы 2 гол осының кесірінен кірді. Ал Челси командасы керісінше, Челси ойыншылары прессингке жанын берді. Барынтасымен біздің ойыншылардан допты алып қойғысы келіп, бапкердің көзіне көрінуім керек деп 100% өздерін берді. Сол үшін біздің ойыншылардың пастары жөнді өткен жоқ. Әсіресе осындай түсініксіз мекен жайы жоқ пастар жанкүйерлердің көңіл күйін түсірді. Әрине қысым болған кездегі жай тебе салған пастарды айтпаймын. Арнайы басын көтеріп берген пастардың өзі түсініксіз. Бірінші таймда менің бақылауымша арнайы прессингтің арқасында 2 рет допты алып қойдық. Бірі 32-ші минутта, бірі 36-ші минутта болды. Бірінші тайм өте нашар өтті. Жалқаулық па, әлде бапкердің тактикасы ма, білмеймін. Ал екінші таймда бапкер біраз сөйледі, немесе ойыншылар өздері намыстанды. 47-ші минутта, 53-ші минутта, 60-ші, 81-ші және 83-ші минуттарда қысым көрсету арқылы допты өзіміздің пайдамызға көндірдік. Сіздерге барлық осы минуттағы алаңда болған жайттарды көрсетемін. Дәл осындай жүгірістің арқасында қарсылас команда доптан жиі айырылып жатты. Неге? Менің ойымша бұл себебі жастар, әлі бала. Ондай тәжірибелері жоқ. Мысалға Бавария не Реал Мадридті қараңыздаршы. Қандай қысым болса да оңай шығып кете береді. Себебі олар үйренген, тәжірибесі артылып жатыр. Амонда енді дебют алып жатқан ойыншылар. Сәл қысым көрсетсең, сасқалақтап қателік жасап жатыр. Әрине қысымнан да шеберлік арқасында өткен сәттер бар. Бірақ ол сирек. Көбінесе біздің прессингтің нәтижесі көрінді. Бұл дегеніміз бірінші таймға дұрыс емес тактика қойған бапкердің қателігі. Ойыншылар шаршап қалады дегеннің өзінде олар кәсіби ойыншылар. Екіншіден, қосалық құрамда ойынға өзгеріс әкелетін 5 ойыншы күтіп отыр. Қашан шығамыз, ойнайық тезірек деп. Одан бөлек тағы назар аударатын сәттер бұл Челсидің жастарының өздерін қатты көрсеткісі келгені. Жаңа айтқанда кейбірі енді алаңға шығып, негізгі құрамда дебют алып жатыр. Оларға бұл сәт өздерін көрсету алаңы. Пас беретін сәттерді бермей алдағысы келіп, жастығы экранның бетіне шығуда. Матч барысында мұндайды жиі көрдім. Осындайды біздің ойыншылар пайдаланып, қысыммен алып қою керек еді. Қозғайтын екінші мәселе. Ол қапталға беретін бағыты болса да, орындалу жағынан өте нашар пастар. Менің санауымша 10 пас қате болған. Санамағаным да бар, және арасында өткендер де бар. Мысалға, Томастың гол салған сәтіндегі. Бірақ олар өте аз. Бұл да бір тактика ма? Жарайды, бірінші таймда өтпеді. Енді екінші таймда да оны қайталай берудің несі қызық? Үшінші мәселе ол үздік болып жүрген Грипшидің алаңға шықпауы. Тек соңғы минуттарда ғана көрінді. Бапкердің айту бойынша ол схемаға сай келмеген соң құрамға ілінбеді дейді. Үздік болып жүрген ойыншы қалайда болсын схемаға сай болу керек емес пе? Оның үстіне бұл схемадан дым пайда болмады. Сосын маған ең қызығы ол пресс залында Астана клубының бапкердің сұхбатындағы мына жауап. Челси бізден 3 бас жоғары дегені. Әрине, Драгбалар болса 5 бас жоғары деп айтуға болар. Палмерлер болса 3 бас болар. Бірақ 2 емес 3-ші құрамы. Дебют алып жатқан команданың жартысы. Оларды 3 бас жоғары деп айту деген ыңғайсыз емес пе? Матч басталмай тұрып, құрамды көріп, оп-оңай Астана жеңіп шығады дедім. Алайда барлығы керісінше болды. Өкінішті. Енді сіздерге бір сұрақ. Менің ойым бұрыс па, қате айттым ба? Қате айтсам жөндеп кетіңіздер. Ол мен үшін маңызды. Сіздермен бірге желаяқ тернасы. Жақсылықта жолғайық. Аман болыңыздар.